Ассалаумағалейкум жігіттер, бүгін қыздармен танысудағы сен жіберетін 10 қателік туралы айтатын боламын. Бастаймыз. Бірінші қателік, қыздың маңыздылығын, құндылығын асыра бағалау. Бұл қалай, яғни сен өз басыңда жаңа қызды көрген қызды өзіңнен жоғары қойып тұрсың, уже өзің төменнен оған жоғарыда қарап тұрсың. Яғни ол қызға лайықты емеспін деп ойлауың басыңда, өз басыңда. Әңгіме шынымен де бұл жерде сұлу, әдемі, ақылды қыздар да болып тұр. Саған өз деңгейіңдегі қыздар ол ешқашан ондай бір маңызды, құнды болып көрінбейді. Ал қашан көрікті, қылықты, осы талай жігіттің көзі түсіп жүрген қызға келгенде бір ханның қызына ханшайымға қарағандай секілді бір қарап соған алдында құлдай жорғалап соның айтқанына шығуға дайын болып тұрамыз. Демек, кімнің қызы болса да, қанша сұлу болса да, оның маңыздылығын көтермейміз. Енді айтуға бұл оңай, дегенмен өзіңмен жұмыс жасай бастасаң, нәтижесін сен міндетті түрде көретін боласың. Бұл басты және бірінші қателік. Екінші қателік, сен сол қызға, жалпы қыздарға сіз деп сыпайы болып, сызылып бір тәрбиелі, тәртіпті, интеллигент болып көрінуге тырысуың. Әрине, тәрбиемізде, менталитетімізде қызды сыйлау, құрметтеу ол бар, ол солай болуы да керек. Тек құрметтеу, сыйлау деген сөз енді сіз деп сөйлеуге тұрғанда еш нәрсе жоқ. Егер кейінде, біраз жылдардан кейінде немесе жалпы тіпті адамдарға сен сіз деп сөйлейтін болсаң, онда проблема жоқ. Бірақ көпшілігімізде олай емес. Басында сыпайы болып, сіз деп сызылып көрінгенмен, кейін бәрібір сенге көшетін болғандықтан көп созбай, жаңа әдептен озбай дейді ғой, сенге бастай беруге болады, сен деп бастасақ болады. Бұл да бір психологиялық қорқынышты барьерді алып тастайтын бір жол. Ал егер қашаннан бастап сенге көштік деп қыз сөйлейтін болса, айтатын болса, енді қолыңды созып, бүгіннен бастап деп, қазірден бастап деп, атыңды айтып, қуаныш деп танысып, сен деп сөйлеп бастап кетуге болады. Сен жіберетін тағы да бір қателік, үшінші қателік, сен қызбен танысу үшін кешірім сұрауың. Бәріміз естіп жүрген кешіріңіз қарындас, сізбен танысуға бола ма деген сөздің өзі уже қате екенін көрсетеді. Ер жігіт ретінде өзіңе ұнаған қызбен танысу үшін қыздың ата-анасынан, ағасынан емес, қыздың өзінен кешірім сұрау, яғни танысу үшін кешірім сұрау, ол жалпы тәрбиені, тәртіпті емес, жігіт ретінде бір ынжықтықты, сенімсіздікті, әлсіздікті көрсетеді. Ешқандай қызға ондай бір ынжық, сенімсіз адам, жігіт әрине ұнамайды. Сондықтан сызылмай, ұнаса, ұнамады деп, бір нәрсе сұрағың келсе, тіке сұрап, кешірім сұрап емес, солай яғни кешірімсіз, яғни анық керек нәрсені дәл нақты сұрап үйренеміз. Сен жіберетін төртінші қателік, қызды сұрақтың астына алу. Көпшілік жігіттер таныса салады да, допрос жасап жатады. Қайда оқисың, қай жылғысың, кім болып жұмыс істейсің, қай курста оқисың, кіммен тұрасың, не ұнайды, не ұнамайды. Яғни структура коммуникация деген нәрсені ұмытып жатады. Яғни сен қызға бір сұрақ қойдың, ол саған жауап берді. Енді сен сол жауапқа комментарий айтасың, сұрақ қоюдың орнына. Мысалға, паркте жалғыз қыдырып жүрсің ба деп сұрадың мысалға. Ол иә деп, өзім жүрмін деп жауап берді. Енді сен неге деп сұраудың орнына, неге жалғыз жүрсің демей, маған да кейде жалғыз қыдырған ұнайды, өз ойларыммен қаламын, әсіресе ұйықтардың алдында, тамақтан кейін дегендей комментариймен жауап бересің. Осыдан кейін телефонын аласың, келесі жолы паркке жалғыз емес, бірге қыдыруға шақырасың. Сен жіберетін бесінші қателігі, ол кешірім сұрау секілді, енді қыздан рұқсат сұрау деген нәрсе бар. Орысша айтқанда, можно спросить, можно познакомиться, яғни танысу үшін, бір нәрсе сұрау үшін рұқсат сұрау. Енді тіпті кешіріңіз сізден сұрауға бола ма, кешіріңіз сізбен танысуға бола ма деп бірден екі қателік жасасаң, енді ол вообще супер болады. Негізі өз ойыңды, өз қалауыңды ашық орында айта білуде еш айып жоқ деп ойлаймын. Қайта айта алмай, сұрай алмай, ұялып, қысылып, жаңағы бір сондай бір ынжықтық, ол жігітке ұят қылық сияқты. Орын керек па? Кешіріңіз емес, жылыш, отырайын, уақыт керек па? Сағатты айтып жүрші. Қолындағы кітабын алып тұр ма? Қандай кітап көрсетші дегенде, яғни енді бұл біздің менталитетімізде үлкендерге бұндай қылық бар, дөрекі, бір көргенсіздік деп көрінуі мүмкін, бірақ менің ойымша ондай емес, бұл нағыз жігітке тән мінез деп ойлаймын. Кейде қазір қайта жаңағы бір кәрістің жігіттеріне ұқсап майысып, сондай сақталып кеткен жігіттерге қыз екенін не ұл екенін ажыратамайтындай жағдайға жеткен жігіттердің қасында осындай сәл болса да бір қазақылық, дөрекілік, бір жігітке тән мінездің болуы менің ойымша бұл дұрыс деп ойлаймын. Алтыншы қателік, сен таныса салып телефон сұрауың. Яғни бір-екі сөзден кейін асығыс түрде номерін сұрау, бұл өте қате подход. Өйткені қыздар логикалық емес, көбіне эмоционалды жаратылыс. Саған көп созбай, уақыт құртпай телефон алсам деген түсінік енді сенде болуы мүмкін, бірақ қыздар бұл нәрсені түсіне бермейді. Бірінші қызды аздап қызықтырып, содан кейін неге саған телефон беру керектігін сездіріп, қызға білдіргеннен кейін ғана номерін алып, келіскен жерге, келіскен күні звондап, жолығатын боласың. Бірден номерін сұрау, бұл енді аса бір дұрыс подход емес, сондықтан осыны миыңа құйып жаттап ал. Олай болса, жетінші қателік, өз әрекетіңнен сомневаться етпе, күмәнданба. Яғни егер танысам деп жақындап, енді келіп қорқып, қобалжып, не айтып, не қойғаныңды білмей, жаңа қара тер, ақ тер болып тұрсаң,
қалай болғанда да екі жағдай ғана болады. Бірі танысасың, бәрі ойдағыдай болады. Екіншісі бұл саған бір опыт болады. Опыт аласың, есіңде болсын. Сенің отказ алып опыт жинауың сырттан қарап, жаңағы әдемі екен деп көзбен шығарып салғаннан гөрі ол 10 есе жақсы. Теорияға қарағанда практиканың пайдасы, әсері көп екенін ешқашан ұмытпа. Ол солай болған, солай болады да. Олай болса 8-ші қателік, өзіңді ешқашан шектеме. Эмоцияңды, жестикуляцияңды. Көп жігіттерді байқасаң, қыздың алдына келген кезде мына қолдарының артық екенін көрсетіп жатады. Қалтасына тығып жатады, артына ұстап жатады, немесе қолын былай жинап алады. Егер мен тура қазір осылай саған сөйлейтін болсам, қолымды тығып, яғни бұл менің тікелей ішкі состояниеме әсер етеді. Олай болса мен тағы да сол өзіне сенімсіз, қорқақ, әлсіз адамның көркіне енетін боламын. Егер қызбен танысар алдында, немесе звондар алдында өзіңе бір сенімсіз сондай күйде болып тұрсаң, зарядка жасап ал. Жеңіл зарядка, приседание, отжимание деген сияқты. Бұл сенің энергияңа, қан айналымыңа оң әсерін береді. Сол себепті сен қысылмай қызбен сөйлесердің алдында, немесе жақындардың алдында сондай бір заряженный болып жақындайтын боласың. 9-ші қателік, отказдан қорқуың. Сол себепті уақытынан ерте, жігітім бар, таныспаймын, уақытым жоқ, жұмыстамын дегендей отмазкаларды ести салып, бұрылып кетуің. Саған ұнаған қызбен саған ұнаған қыз ол басқа жігіттерге де ұнайды. Демек ол қызға күнде саған ұқсаған жігіттер танысуға әрекет жасайды. Сол жігіттердің ішінен табиғаттағы секілді әлсіз, қорқақ, өзіне сенімсіз еркектерді ұрғашылар қабылдамаған сияқты қыздар да өздерінше бір отбор жасайды жігіттерге, яғни проверка жасайды, әртүрлі сылтау айтып. Осы кезде лишнийлер бұрылып кетіп жатады. Наглыйлау, опытный жігіттер келесі кездесуге қызықтырып, телефонын алып, бұйырып жатса, кейін үйленіп, өзіне ұнаған қызбен, қалаған қызбен отбасын құрып жатады. Сондықтан не сдавайся, ешқашан берілме. Сен жіберетін соңғы және 10-ші қателік, қыздың артына түсіп жалынып номерін сұрау. Бұл да қате подход. Керісінше сен қызға ұсыныс жасау арқылы, яғни киноға, паркке, тауға шақырып ұсыныс жасау арқылы, қызды қызықтыру арқылы телефонын берші, енді неге бермейсің, бере салшы, айта салшы деп ешқашан жалынуға болмайды қыздың артынан. Егер жоғарыда қателіктерді ескере отырып әрекет жасасаң, сен ешқашан жалынбайсың. Ал қыздарға сенімен уақыт өткізу қызық болады. Сен ұсыныс жасаушысың. Ал ол оған келісу, келіспеу әрине қыздың өзі шешеді. Енді қанша сұлу, сенімді болсаң да, барлық қыз саған сынып айтқаныңмен жүреді деген сөз емес. Бұны да есінен шығармағайсың. Ал бүгінге осы каналға жазылып, лайк басып, қыздармен жол болмай жүрген достарыңа тарата жүр. Алда әлі көптеген қызықты мектепте, үйде айтылмайтын тақырыптарды қозғайтын боламыз. Бүгінге осы. Адьос.